Елге оралсақ, мобильді аударымдарға қатысты заң жобасы мақұлданғалы жұрт даурығып жатыр. Әсіресе саудагерлер мен қызмет көрсету саласы. Онлайн төлемге әбден үйренген бизнес орта енді заң қолданысқа енгенде қандай күйге кешпек. Ал сарапшылар салықты ашық көрсету бұл алдымен кәсіпкерлердің өзі үшін маңызды дейді. Дегенмен табан асты қолма-қол ақша алуға көшіп кеткен кәсіпкерлер де бар. Енді қазір қолма-қол ақшаға көшті дейді. Көшеді енді не істейді? Сіздер көштіңіздер ме? Енді көшпеген не істейміз біз? Онлайн төлемнен бас тартып жатқан әуелі таксистер. Олар адам тасып, тапқан аз табыстан салық ұстағанын қаламаймыз дейді. Заң күшіне енбей тұрып, естері кетуінің себебі осы. Жалпы мобильді аударымдар туралы құжат мақұлданғалы банкомат жағалаған адам көбейген. Дегенмен сала министрлігі нақты кірістерді көрсетуге шақырып, және оған салынатын салықтың жеңілдетілгенін айтады. Такси жүргізушілері патент негізіндегі арнайы салық режимін қолдана алады. Оның мөлшерлемесі жалпы кірістің небәрі 1% қана құрап отыр. Мысалы, табыс 300 мың теңге болса, салық небәрі 3 мың теңге ғана болады. Бірақ сол 1% қымбатшылықпен ақ өтеліп жатыр дейді таксистер. Бензинді көбейтті, газды көбейтті. Соның ішінде ғой бүкіл патенті 1% де бәрі соның ішінде. Сауда және қызмет көрсету кәсіпкерлікке жатады. Демек, түсімнен бюджетте толуы тиіс. Ал онлайн аударымдардан еш алым жоқ. Сондықтан мәселені заң тұрғысынан реттеу үшін мобильді төлемдер түсінігі енгізілді. Қысқаша мазмұны мынадай. Адал салық төлеуші, оның тәуекел деңгейі төмен болады. Жаңағы арасында жалтарып жүретін кісінікі орташа болады. Үнемі жалтарып жүретін кісінікі жоғары болады. Яғни ол тәуекел жоғары кәсіпкердің. Оның сәйкесінше оған сұрақтар көбірек туындайды. Демек, үнемі ақша аударылатын есепшот иесі күдікке ілініп тексеріледі. Қазір қаржы органдары мен банктер арасында табысын жасыратындарды анықтау технологиясы жасалып жатыр. Бизнеске арнап жеке шот ашылуы мүмкін. Тұтынушылар сонда жібереді. Ал жеке адамдар арасындағы онлайн аударымдарға қатысты дау жоқ. Сарапшылар заң жобасын салықтық эволюция ретінде дамыған мемлекеттерде бұрыннан барын айтады. Оның үстіне бұл жаңа немесе қосымша салық түрі емес, бұл көлеңкелі бизнеспен күресу үшін. Яғни сіз тек қана мемлекеттік көмек, мысалы, жеңілдетілген несие алатын кезде, ол сізге үлкен қатты артықшылық. Өйткені сіз өзіңіздің табысыңызды дәлелдейтін құжат болады. Яғни өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріп арқылы, сіз өзіңіздің компанияңыздың қанша айлық табыс тауып отқанын, қанша ақша айналым бар екендігін бақылауыңызға өте қатты мүмкіндік береді. Шағын орта бизнеске 3 жылға мораторий жарияланғаны мәлім. Яғни олардан табыс салығы алынбайды. Ал тыйымның мерзімі 2023 жылға дейін. Сондықтан жұртшылыққа қолайсыздық тудырып, қолма-қол ақы сұрамаса да болады. Нысаналы Дәулетбек Абдрахманов, ұлттық арна.